Баршаларыңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен ашытқы қосылған үгілмелі қамырдан самса дайындайтын боламыз. Алдымен ұнымызға тұз және ашытқыны саламыз. Үстіне бөлме температурасындағы сары майды қосамыз. Бұл жерде сары май бізде кем дегенде 72-де 5%-дан жоғары болған дұрыс. Маргарин қосуға болмайды, себебі қамырымыз нәтижесінде қатты болып қалуы мүмкін. Барлығын араластырып, қолымызбен осындай крошка жасайтын боламыз. Үстіне жылы су құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Судың барлығын бірден құя салуға болмайды, себебі ұн әртүрлі болғандықтан көрсетілген шамадан не азырақ, не көбірек кетуі мүмкін. Мен 150 мг етіп алдым, бірақ барлығы 130 мг су жұмсалынды. Міне нәтижесінде осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр болып шығуы тиіс. Енді қамырымызды 1 сағатқа бетін жауып, тындырып қоямыз. 1 сағатта қамырымыз жақсы тынды. Енді осы қамырды бірдей етіп бірнеше бөліктерге бөлеміз. Мен самсаның кішкентайлау болғанын қаладым, өте үлкен емес. Сол себепті әрқайсысын 40 граммнан өлшеп алдым. Барлығы 15 штук шықты. Енді әрқайсысын өстіп жаямыз да, ішіне салмасын салып түйетін боламыз. Бұл жерде самсаны 3 бұрышты етіп, немесе басқа да қалауыңызша әртүрлі етіп түйсеңіздер болады. Мұндағы салмасын мен видеоның астында қалдырдым. Самсаның екінші түрінде толықтай көрсетілген, сол себепті мына жерде мен тоқталған жоқпын. Енді самсамыздың шеттерін жақсылап тұрып біріктіретін боламыз. Егер бос бекітетін болсақ, онда пештің ішінде бұл ашылып кетуі мүмкін, сондықтан да жақсылап бекітетін боламыз. Міне нәтижесінде осындай әдемі болып шығуы тиіс. Қалғандарында осындай ретпен жасайтын боламыз. Самсаның екінші түрі өрілген самса деп аталады, яғни қамырды екі жағынан кезекпе-кезек ала отырып, бір-біріне бекітетін боламыз. Міне бізде осындай өрілген самса шықты. Кейде осылайынан мантында түйіп жатады. Түйілген дайын самсаларымызды астына пергамент қағазын төсей отыра табағымызға тізіп шығамыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Бір жұмыртқаның сарысы жеткілікті болады. Сондай-ақ бетіне күнжіт немесе мак сепсеңіздер де болады. Бірақ мен осылай қалдыруды жөн санадым. Енді самсамызды алдын ала қыздырылған пешімізде 200 градус температурада 25-30 минутта пісіретін боламыз. Міне біздің ашытқы қосылған өрмелі қамырдан жасалынған самсамыз дайын. Самсамыз қатпарлы әрі үгілмелі болып шықты. Өте нәзік, жасап көріңіздер. Бұл рецепт көпшілікке ұнайтын самсалардың бірі, сондықтан